барлығыңызға сәлем. Қайырлы кеш баршаңызға. Бүгін біздің заказ берген балаларға арналған товарларымыз келді. Енді бәріміз бірге распаковка жасайтын боламыз. Әлде әлі ремонтталмаған бөлмеде распаковка жасайтын жатырмыз. Себебі жаңағы келген зат өте шаң. Шаң болғандықтан жаңадан біз әлі ремонтталмаған үйдің бөлмесінде ашып деп жатырмыз. Біз не үшін кішкентай балаларға арналған тауарларға тапсырыс бердік, себебі біздің өзіміздің кішкентай қызымыз бар. Оған 3 ай, 3 ай айлығына қажетті қауіпсіздігіне және өзінің күнделікті не бар ішінде пайдалы заттарға дамуына қатысты және шаш өсіп келе жатыр. Қазір памперстен өзінің дәрет сындыруына байланысты деген сияқты жеке өзі отырып үйренуге арналған бұл жақта памперс сияқты бұл пакеттің заттары бар. Қыз балаларға, ұл балаларға дамуына арналған кремдер. Мынау бізде коврик. Бұның біреуі біздің қызымызға, біз әдейі өзіміздің қызымызға пайдаланамыз, және біз сияқты ата-аналарға осындай тауарларды ұсынамыз. Себебі біз жас ата-ана ретінде, мысалы балалар, кішкентай баламызға керек нәрселерді қалалардан өзіміздің қаламыздан өкінішке орай қолжетімді бағада таба алмадық. Біздер өте қымбат. Ашылсын ба? Біреуін дәрешуді. Қайсысын аламыз? Мына ашылғаны аламыз өзімізге. Екеуде бірдей ма? Ана бұл екенді. Бізден әзірге 2-3 штуктан алдық. Себебі қатты жақындап өткенбіз уже. Ашып бақармайды, нормально. Өйтіп ашып бақыр шықтысын. Мынандай губ не екенесін? Губ сияқты. Яғни термо. Жылы. Егер салқын жерде болатын болса, жылы ұстауға, баланың аяғының астына жылы болуға, жатып ойнауға өте ыңғайлы. Мынау осы несін қойып. Мынау балалар балалар деген құлайды ғой, почему-то қатты деп ойлап едім. Мен әдемі. Балалар киіп алады. Аны қарап видеосымен салармыз, бұйырса. Бірақ ол ютубқа салса, оған ақысы шықты еді. Оны өзім салып өтті. Қандай майсын несін дейді. Қызылын дейді. Құлаған кезде баланың басы фрагмент етілу үшін ғой. Енді отырып бастаған балалар құлайды ғой. Неше уақыт? Осындай рассептылары бар. Ішінде қызыл, серый, арақта. Сосын мынандай кішкентай балаға арналған. Оны арқасына киісіп қояды баланың. Арақ деп жатырмыз. Қайсыны шамыз? Ашып келмедік. Мынаны бүйтіп киісіп қояды, сосын құлағанда артынан құламаушы. Яғни арқасына баланы кигізеді. Мына жерде 2 киілетіні бар. Содан кейін бұл жерде қара құсы тұрады баланың. Құлаған уақытта басы жерге тимейді. Яғни мынау астында бірінші тиеді. Мынандай розовый. Қыз балаларға барлығына бар. Ал. Міне мынау. Мынау енді нағыз ата-аналар үшін таптырмас нәрсе. Себебі кішкентай балалардың тырнақтары, мысалы менің қызымыздың тырнағы апта сайын өседі ғой. Апта сайын емес, 2-3 күн сайын бұл тырнағы бетін ұстаған уақытта кеседі уже. Тырнақ алып ойылайды. Мынау специально. Неше тапсыз бер? 2-3 штук.
аузына. Мына жерде саламыз. Түсіп тұрмын? Қосылып тұрған жоқ қазір көлікте. Зарядкасы отыр. Зарядкілеп алғаннан кейін мына жақта батарейкасы болады. Артында аны қарап көрсете жатырмыз. Сосын бұл жерде қалған барлығының насадкілері бар. Насадкілері түрлі түсті, тырнақты. Текст дейміз. Еще телефон. Бірнеше бар бұл жерде. Мына сырты бар. Еще Сюда түрлі түстері бар. Сөйлікті. Бұл жерде балалардың нәрешімізге көбіне есепте алғанбыз. Бұл жерде балалардың қысық шейтісі өтіп жатады дегенде, күнгі уақыттары қазір машинеге алып тұр екен, қолымыз бар. Көрейікті, ашылар екен. Біреуін өзімізді қызымызды алғанымыздан сіздерге ашық көрсете береміз бұл жерде. Кішкентай бала қолымен ұстайды мына жерден, сосын аузына салады. Бұны шайнекте қайнаған суда қайнатып серлеу. Бір жағынан көзіне түстерді үйрене бастайды, бір жағынан сынық суына арналған. Как раз қайнатып бастады, нәресте Мынадай да мен почему-то не деп едім, пластмасса. Бұның не бұл? Бұл да тісіне арналған. Қолмен ұстап жатады. Чупа-чупс сияқты ғой яғни. Мен жұмсақ еще, да? Материалдары өте жұмсақ. Мен почему-то не деп едім, ана не? Мына жерден кигізеді балаларға басын. Балаларға кигізді. Өзіне кигізеді құдай. Так, міне, осылай басына кигізіледі. Құлағы жауып тұрады. Құлағы жауып тұрады. Так. Бұл жерде баланың алдына арналған. Розовый өтеді. Розовый неге арналған? Академиясында. Розовый наращиваешь? Блю наращиваешь, всегда блю наращиваешь. Всегда блю наращиваешь. Так. Осындай өте жұмсақ, нәзік алдына мына жерде шешіледі. Осымен ашамыз қазір. Осылай ашылады. Сосын осылай жауып басының размеріне, мойнының размеріне байланысты алтынан дейін тамақ жеген уақытта байланып қойып. Маған кескен нәрсе. Сол. Үлкен кісілерге де болады. Шашып жейтіндерге. Так. Так. Ең маңызды өзімнің алдым жүрген нәрсе. Триммер. Триммерден біреу шыққан ешкеме. Астына ашылып қойды. Керек болса, значит, қалдырамыз. Так, мына жерде пломбысы болады. Бұның арнайы ашылмаған әлі. Біздер нәрешке алғандықтан аша береміз. Сіз керек болса, заказ бересіздер. Бұл жерде біздер. Фонымыз неде? Біз просто ремонтталмаған бөлмеде болғасын жерде шаң-шаң болады. Өзіміз бөлмеміз шаң-шаң болады да осы. Жалпы келген КамАЗдың іші аты бәрі лас, сондықтан өзіміздің бөлмемізге ластауға қиын тұрамады. Так, міне товарымыз. Ішіндегі вакуумный жан-жақты насадкілері бар екен. Ішінде осындай насадкісі, губкасы, зарядкасы, майы, щеткасы барлығы жүреді ішінде. Одан бөлек насадкілері бұл жерде қанша керек, сонша. Сосын астында матасы өзіне қояды. Астына салып қояды немесе чехол. Так, көрейік. Балаларға арналған бар. Так, бұл жерде біздердің шорты. Басын көзіп тұрмеген ажаққа. Өзім киіп көрсетейін. Мына жерде балаларға арналған, тосып үйретіңіз келетін балаларға арналған. Мына жерде кигізіп қоясыз, жатқызасыз. Артынан ішінде пленка ғой. Пленка осындай. Пленка болады. Мына біреуін нәрешке алып, біреуі сатуға.
бірақ көмегі қойып көреміз ба таппаса? Көмегі қойып көреміз. Мына мысалы екен, мен түсінбедім жоқ. Ішінде ғой жүрек дұрыс қой. Не ішінде? Түнде киіп жатады. Сейсе, нені бүлдірмейді. Нені бүлдірмейді. Атып аламын, памперс сияқты ма? Пленка ана. Не ол? Арғай ақ кетпеймін. Жоқ, мына матаға сіңеді ғой. Сосын матадан кейін арғарай өтпейді, төсекке өтпейді. Нәшік кигізбеңіз бе? Жоқ, әне үшқа ерсе ғой. Мынаны сосын ашады. Вообще, мынандай дамуға арналған неше айға дейінгі 5-6 айға дейін балаларда. Иә, мына жерде множестводан бастады. Осындай, яғни бұл жерде балалар кішкентай кезінде өзінің бірінші очередь аузына салады ғой. Қолын сорып жатыр деп айтады, көп қолын алғызып тастайды, бірақ ол дұрыс емес. Қолын бала өзінің қолын сорып не істеу керек, тістеу керек, дәмін көру керек деген сияқты өзінің қол екенін түсіну керек. Одан кейін бала ғана аяқпен теуіп көреді, өзінің аяғы екенін, жарға тигізе алатынын, жүре алатынын, өз жасына сай дамуына арналған ойыншықтар. Бала мына ойыншықты тепу арқылы жүруге икемделеді және тепкен уақытта мына ойыншықтар қозғалады. Демек, ол өзінің аяғы арқылы бұл ойыншықтарды қозғап жатырғанын түсінеді де, содан балада белгілі бір моторикалар дамиды. Все. Вообще, барлығы осындай. Енді бұл біздің ең алғашқы неміз отбасылық бастап жатқан кәсібіміз. Иә. 2 штуктан Алла қаласа алдағы уақытта көптеп әкелетін боламыз. Керектерін, ұнағандарын заказ берсеңіздер болады. Бағасын астына жаза кетеміз. Бағалар өте тиімді болады, себебі біз секілді кішкентайлары бар ата-аналардың өмірін жеңілдетуге арналған товарларды ұсынамыз және ол товарларды біз өзімізде пайдаланамыз, себебі өзің пайдаланбаған затты біреуге сатпа дейді. Барлықтарыңызға